Мұқағали 74-75 жылдары жиі ауырып, емханаға түсіп жүрді, деп әңгімелейді ақынның жары Лашын Әзімжанқызы. Емде орнында жатса да, сәл айыға бастаса, қолына қаламын алып өлең жазуға кірісіп кетеді. Сондай кездерде күніне 6-7 кейде 8 өлең жазып тастаған кездері де бар екен. Өлеңді аурулар тынышталып ұйқыға кеткен соң асханаға барып жазамын. Менің кабинетім аурулардың асханасы дейді. Өзіңді өзің күштей бермесеңші, демал. Алдымен науқасыңнан аяқ өлең қайда қашар дейсің деймін. Емханаға барған сайын. Мен өлең жазумен, өлең оқумен ауруымды емдеймін. Өлеңге кіріскенде барлық ауруымды ұмытқандай болам. Құдайым қолыма қалам ұстауға шамамды келтірсе, өлең өз-өзінен төсерлеп төгіліп жатады дейтін. Мүмкін өмірінің қысқарып келе жатқанын, әр сағат есепте екенін білген де болар. Мұқағали тағы да емханаға 75 жылдың аяғында қыста түсті. Үлкен баламыз Жұлдыз екеуміз жұмыстан кейін тамақ алып емханаға бардық. Жұлдыз Қазақ мемлекеттік университетінің заң факультетін бітіріп, Гурьевке жіберілген еді. Әкесі ауру болған соң сұранып келіпті. Мұқағали жүдеу, нардай жігіт арықтап, шүйкедей боп басып бара жатқан сықылды. Көздерінің еті сарғыш тартып шүңірейе түскен. Сондай жүдеу күзіне көзім түсіп, қалай күрсініп жібергенімді білмей қалам. Халы ауыр адамның алдында бұл қылығымның оны қандай күйге түсірері де белгілі. Дереу сөзге айландырған болдым. Мұқаң да сезіп қалды да, Жұлдызбен сөйлесіп кетті. Енді келіп қалыпсың, келгенің дұрыс болды. Гурьевка бармай-ақ қой. Осынан да бір жұмыста бармыз. Өзің ештеңе ойлама деп баласының басынан сипады. Сонан қоштасып түнде үйге қайттық. Ертесінде кешке таман Жұлдыз екеуміз Мұқаңа тағы келді. Кешегіден сәл көңілділеу екен. Үстел үстінде өлең жазған дәптер ашық жатыр. Сол беттен күрсінбеші деген өлеңнің шет жағасын көріп қалдым. Осы өлеңді оқып, мені қалай шебер суреттегеніне таңдандым. 1970 жылы ол Горький атындағы әдебиет институтында оқыды. Оны бітірмей балаларын Алматысын сағынып, қайтып оралды. Кім біледі? Өмірінің соңының тақалып келе жатқанын біліп, бір күнде болса өз атамекенінде, отының басында болайын деді ме, қайдам. Мұқағали әрқашан атамекенін оқудан жоғары қойды. Россия менсіз күн көрер-ау, ал менің Россиясыз күнім қараң деп Тургенов айтқандай, Москвада ұзақ тұра алмады. Ол бұл өмірден ерте кететінін білетін. Кейде мен 50 жылдық тойымды көре алмаймын, балаларыңа бас бол, мені жоқтатпа. Сен өзің кеткенше азық болатын дүние жазып кеттім. Соған ие бол, қысылмассың. Өзіңе өзің мықты бол деп отыратын. Қойшы, ертең кететіндей. Қайдағы сұмды қойды қайдан суырып аласың? Кім ауырмайды? Жаман ойлама. Әлі-ақ ағаш атыңа мінесің деп қоям. Бірақ артынан сезіктеніп жүрем. Уақытында айтқандарына мән бермеген екен. Бұл сөздер менің есімді тез жинатқызды. Мұқаңның айтқаны айдай келді. Бала дегенде оның жан дүниесі бөлек еді. Таңертең жылатып еңіретіп әкеле жатқан кішкентайларды көргенде не істерімді білмей кетіп бара жатып, ілгері жүргім келмей қалады. Соларды көрген сайын балдырғандар өмірінен алынған таңғы ұйқының тәттісай деген атпан дастан жазуға дайындалып жүрмін. Сәті келсе деп, дастанның жоспарын да қалай жазатындығын да айтып қоятын. Амал не, бұл ойы орындалмай кетті. Ауру бір жабысқан соң кетуі қиын екен. Мұқағали тағы ауырып жатты. Дәрілерін жөндеп бердінде алмаға тапсырып жұмысқа кетті. Үйде бір ауру адам болса, ештеңенің де берекесі болмайды екен. Кешке келсем, Мұқаң ұйықтағандай кейіпте жатыр екен, өңі боп-боз. Жүрегім алай-дүлей болып ас әзірлейтін бөлмеге келсем, Алмагүл боздап отыр. Папам нашар ғой, дәрігер шақыр, ерні кеуіп дөңгеленіп жатыр. Аздап дәрі бердім, көп ішпейді. Бір кезде Алма мынау балконның бұрышында өрмекшінің торы бар екен. Соған өрмекші бір шыбынды қамап алып кешке дейін зарлатты. Көріп жатып одан әрі қиналдым.
сол торды құртшы деген соң, торды алып бәлкөнді сыпырып тастадым, деді алма. Ақынның жаны не деген нәзік. Өзі әрең отырып шыбынға жаны ашыған қара деп ойлап отырмын. Алдымда ауыр қайғы күтіп тұрғандай, соны ойлап едім. Денем дірілдеп кетті. Түнге қалса ауру, одан әрі ауырлайтынын білемін. Не істерімді білмей, ой түбіне жете алмай отырып, Мұқағали өлеңіне бірінші сәт сапар жолдаған Әбділда Тәжібаев ағамыздан көмек сұрады. Әбекең қалалық денсаулық сақтау бөліміне телефон шалып, жағдайды айтыпты. Бір демде бір топ дәрігер машинамен жетіп келді. Мұқағалиді ептеп қарай бастады. Қан қысымын өлшеп, жүрегін тыңдап, уколын салып дәрісін берді. Ауруханаға жеткізбесе болмайды, үйде ауыр болады деген соң, Мұқаңды дереу киіндіріп ауруханаға апардым. Дәрігерлер бірінен бір естіп, жәрдемдесе бастады. Солардың арқасында, Әбекеңнің арқасында, аурудың беті қайтып, Мұқаң бері қарай бастады. 20 шақты күн емделіп, тәуір болып, емханадан шықты. Сол бір жылдар үлкен үмітпен, ең болмаса, Мұқағалиді бір жұмысқа орналастырар деген мақсатпен өзі Қазақстандағы ең мықты ағамыздың атына бір жайды айтып хат жазды. Сол хаттан көп үміт күтіп жүрді. Біраз уақыт өткен соң Қазақстан Компартиясы орталық комитеті шақырып жатыр деген хабар алдық. Екеуміз де қатты қуандық. Барлық жағдайымыз дереу жақсарып кететіндей болып отырмыз. Мұқағалиға мен телестім. Сондағы жайды ойласам, күні бүгінгідей жүрегім қан жылайды. Үлкен үйге жақындап барғанда дәлізде екі адам тұр екен. Екеуі де мұздай киінген. Соның біреуі Жұлдыз журналына көп жыл редактор болған Бекежан Тілегенов. Өздері бізге қыр көрсетіп тұрғандай. Мұқағалиды оңаша шақырып алды. Мен сыртта күтіп қалдым. Сіз үлкен кісіге арызданған екенсіз. Енді жұмысыңыздың бәрінде жазушылар одағы бітіреді, соған барыңыз депті. Отыр деп айту да жоқ, сәлемдесу де жоқ. Сонымен қайырымға келмей, екі бейне жоқ болды. Тіпті жай қарапайым адамгершілік деген қайда. Ең болмаса кабинеттеріне шақырып, жауабын айтпай, адам қатарында есептемей, креслода отырған сұр бейнелер дәл осы қалпымен жерге тырғып жіберердей болды. Осындай қорлау адам емес, хайуанды да ашындырады ғой. Осы бір топас мінездер, келеңсіздіктер ақынның өмірін біраз қысқартып жіберді ғой. Кейін жазушылар одағы да бір сөз айтпай, баяғы жартас бір жартас деп, Абай атамыз айтқандай, жылы жүзін көрсетпеді. Бірде академиядан бір кісі келіп, Қазақ Совет энциклопедиясы үшін Мұқаңның суретін өмірбаян жаздырып алып кетті. Онда өзі бар, қарап жүрді. 1975 жылы 7 томдық шықты. Бұл кезде Мұқағалидың сүйікті шығармаларының бәрі басылып, жарыққа шығып халыққа танылған, дарынды ақын болған кез еді. Энциклопедияда Мұқағалидың суреті берілмеген, кітаптардың тізімі ғана беріліпті. Қарап отырсаң, Мұқағалиға тарлық жасағанына қарның ашады. Беймәлім біреулерге суретімен етектей орын берген. Көп адам осындай жүдеп жүргенде, қол ұшын берудің орнына әйтеуір амалын тауып, құздан құлатуға тырысты. Бірақ Мұқағали, қазақ халқы аман болса, атаусыз қалмайды. Мұқағали еңбегі дарынды, талантты, ақындығы ешкімге кіріптар болмаса да, ешкімде құлата алмады. Мұқағали өзінен кейінгі сөз қадірін білетін, жаңа ғана қаламын ұштай бастаған жас ақындарды, студенттерді топ-тобымен үйге ертіп келеді. Мен басқа ештеңе болмай қалса да, арпадан, тарыдан, күріштен көже салып аштық қоям. Балалар да Мұқағали да соны ішуге үйреніп кеткен. Менің уақытым болмаса, көжені өзі салып қояды. Мұқаң жаңағы жүрегінде алауы бар жастарды үйге кіргізіп қатар-қатар отырғызып қояды. Мынау ашыған көже, атаңның асы ішіңдер деп шетінен үлестіре бастайды. Жасыратыны жоқ, көңілдің қошы жоқта бәрін қуып шығам. Оны Мұқаң есептемейді де, кек тұтпайды да. Ертеңінде нөкерлерін тағертіп келеді. Балалар есік жақта қалай болар екен деп иіріліп маған қарап тұрады.
Мұқағали жазушылар одағын өз жылы ұясындай, жығылса сүйейтін, қызылса көмектесетін алдыңғы ағасындай, кең тыныс алатын ақ ордасындай көрді. Жазушылар одағы есіне түссе, одаққа барам деп, жазып отырған дүниесін тоқтатып қойып, дереу жиналып шығып кететін. Өстіп, одағым деп өтті өмірден. Мұқағали кірпігі әрең қимылдап ауруханада ақырғы сағаттарын күтіп жатты. Әбден арыған, сөйлеуге шамасы жоқ. Сол қалпымен жатып ақырғы күшін жинап, ақырғы рет тілге келді. Лашын, такси әкел, одаққа барайық. Балаларым жас еді. Бітпеген жұмыстарым бар еді. Сыбырлап, әрең айтып шықты. Міне, қасірет көзіме жаңа көрініп тұр. Көзім ештеңе көре алмайды. Жас сорғалауда. Мына сұмдықты, Мұқағалидың осындай халын көретін көзім ештеңе көрмей соқыр боп қалсамшы деп тұрмын. Айтуға тілім жетпейді. Мұқағалидың айтқанын емдеуші дәрігерге айтқан едім. Сіздің есіңіз дұрыс па? Мына халымен ауруды таксимен алып жүрмек екенсіз ғой. Онан да жақындарыңыз болса хабарлай беріңіз дегені ащы тілімен. Жылы жүзімен дем береді деп сенген дәрігерім мына сөзімен жүрегіме қанжарды бірақ салып, шал өлтіргендей болды. Сүмірейіп есімде бір бар бір жоқ үйге әрең жетті. Ертесінде тілі мүлде жоқ боп қалды да, түн ауғанда қиналып жатып, қайтыс болды. Ол халықты қалай сүйсе, халық та оны солай сүйді. Оған жырларына жазылып жатқан белгілі композиторлардың да әсем әндері, қолына қалам алған ақындардың арна өлеңдерді, суретшілердің жасап жатқан бірінен бір өтетін Мұқағали портреттері, тағы басқа да дүниелері, бәрі куә. Олардың қай-қайсысы да халық сүйіспеншілігін білдірсе керек. Лауреаттықты мықты ағалары қимаса да, ел жұрты ыстық ықыласына бөлеп шын бағасын, зор құрметін әлде қашан беріп те қойған. Әрине суық қайғы, көңілін халқың бірақ суытпайды. Егерде халық өзін ұмытпаса, бақыл бол, халқың сені ұмытпайды. Қайырымсыз қазаға елің бас ұрмайды. Саған деген сағыныш басылмайды. Табытыңды жасырса, жер жасырар. Ал уақыт өзіңді жасырмайды, деп, тірі күнінде ол өзінің жан азасы толғауында алтын әріппен жазып кеткен емес пе?